Сәлем оқырман. Бүгін болса Зарина ортаға шығып таныстықты тоқтатқандай болды. Гуджанға деген көңілі қалғанын айтты. Не істеп қойды соншама жігіт, қалай ойлайсыздар? Заринаны Тәуіржан осы күнге дейін алдап келді ме? Қаншама күмән жігіт тарапына. Бірақ та таныстықта толықтай тоқтамағаны көрінеді. Гуджан болса Инстаграм желісіне шығып өз сөзін айтқан болатын. Оля, завтра важный день деп қоясың. Сыңдар, в общем, естіп жатырық, көріп жатырық, не болып жатқанын жіберіп жатса Заринаның тарапынан бір нәрсе болып қапты. Жарайды, оны да түсіндік, просто бүгін кішкене бір демалайын деген ғой. Осындай битпен, осындай жерден. Қараңдаршы, Алматы полностью. В общем, алқаға шықтық. Бүгін бір нәрсе болып тұр. Солай, ертең эфирде бар шындықты білетін болармыз. Ал пікірлерге көшейік. Тоқтаса тоқтасыншы, Гуджан дұрыс. Кездесу жасап, қыздың көңілін табама десек, детекторға апарғаны қате болды. Ито гиф ойнатып кетті соны көру үшін. Тоқтайтын сияқты, нақты тоқтамған болса неге шықты? Жалғыз өзі айтарым бар деп таныстығы тоқтағандар айтпай ма? Как всегда манипуляция либо өзінің арты ашылып қалмас үшін тоқтатайын деп жатыр. Қанша рет таныстықта болса да ешкім жұптыққа осыныс тастамағаны понятно. Уже болашақ күйеуіне поддержка бермей өзі ғана ренжи алатындай отыра берсе, жігіттің болашағын құртады шал қылып. Тәуіржан үйленетін жігіт емес. Зарина керек емес, неге радаторға отырғызды біріншіден, не ол сотталған ба? Заринаға сенбей ме, сенбесе неншін келді? Онда сендерде андағы жерге сондай курылға әкеп каждый қатысушыны тексеріп отырыңдар. Тәуіржан қызық екен дейді көрермен.